Қайырымдылық туралы ертегі. Ертеде, ешкі жүні бөртеде бір хан болыпты. Есімі Нарын екен. Бірақ халық оның сараңдығына қарап, есімін Сараң деп атап кеткен екен. Халқы аштықтан қырылып, шерге тамақ, киерге киім таппапты. Әбден ыза болған халық бір түнде ұрланып, айшылық алыс жерге көшіп кетіпті. Хан сарайында уәзірлерінен басқа ешкім қалмапты. Ертесінде мұны көрген уәзірлерінің бірі ханға жүгіріп келіп, ауылда ешкімнің қалмағандығын жеткізіпті. Мұны естіп жынданған хан уәзірлерін жинап алып, ауылдың барлық адамын тауып әкеліп, бір-бірлеп басын алатынын айтыпты. Уәзірлері тау тасты кезіп, өзен көлді тексеріп, жер жүзін шарлап кетіпті. Уәзірлерінің ішінде Тарғын деген қайырымды жігіт болыпты. Жолдан арып ашып, тозып жүдеп келе жатқандарға қамқор болыпты. Ауырғандарын таутастағы емдік шөптермен емдепті. Бір күні уәзірлерінің ішіндегі бір зұлым, әрқашанда елге жамандық ойлап жүретін бір жігіт ауырып қалыпты. Ішкені ішіне жұқпай, жегені желім, ішкені ірің болыпты. Мұны көрген Тарғын дереу емдей бастапты. Аурудан азап шеккен әлгі жігіт күннен күнге жақсарып жазыла бастапты. Әбден жазылған соң Тарғынға риза болып, бір тілегіңді айт депті. Тарғын, ханның жарлығын орындамай кері қайтайық, халықты босатайық, өз күндерін өздері көрсін деген тілек айтады. Әбден залымдық жасап үйреніп қалған жігіт бұл тілекті қабыл алмайды. Амал жоқ. Тарғын халыққа әйтеуір бір пайдам тиер деген үмітпен арттарынан ере береді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтеді. Халық жоқ. Енді не істейміз? Кер қайтатын жол жоқ деп уәзірлері іздеп келе жатады. Бір күні көптен іздеген ауыл халқын да табады. Қару-жарақ асынған уәзірлер халықты тайлы тұяғына дейін қалдырмай алдарына салып, айдап әкете жөнеледі. Шұбырған халық, жылаған бала, аяқтерін әзер алып жүрген кәр құртан кемпір шал. Уәзірлердің алдына салып, айдап келе жатқаны халық емес, бір отар қой сияқты. Шаршап шалдығып, бір бұлақ басына тоқтап, аяқ суытады. Уәзірлер өздерімен бірге әкеле жатқан ат-арбадағы су суандарын ішіп отырады. Қара халықтың ішетін тағамы жоқ, бұлақ басындағы суды іше бастайды. Бұлақ басында тал өсіп тұрды. Сол талдың жанында халық келе бастағанда, талдан айран сияқты бір ақ қоймалжың аға бастайды. Халық тойынып, бір жасап қалады. Бір қызығы, Тарғыннан басқа уәзірлер тақаса, жаңағы талдан аққан ақ қоймалжың айран кілт тоқтайды. Бұған ашуланған жаңағы жендет уәзір талды шауып тастаңдар деп бұйырады. Шауып тастауға балтаны алып сермей бергенде, балта ұшып келіп, зәлім уәзірдің көзіне келіп сарт ете қалады. Уәзірдің екі көзі көрмей қалады. Көзсіз қалған уәзір бажылдап, жанындағы уәзірлерге айғайлай бастайды. Әбден ыза түскен уәзірлер тыңдасын ба? Сақ-сақ күліп айналып кетеді. Алыстан мұны бақылап тұрған Тарғын көзі көрмей қалған уәзірді талдың жанына апарып, астындағы құнарлы топырағынан алады да уәзірдің көзіне жағады. Уәзірдің көзі біртіндеп аздап көре бастайды. Тарғын уәзірге айтады: "Сіз талға еңкейіп, талдан кешірім сұраңыз, сонда көзіңіз ашылады, көреді" дейді. Уәзір айтқанын орындап, талдан кешірім сұрайды. Уәзірдің көзі толық ашылып, жақсы көре бастайды. Таң қалған уәзір Тарғыннан тағы бір тілегін айт дейді. Тарғын алдында айтқанын қайталап, халықты еркіне жіберуін сұрайды. Бұл жолы Тарғынның тілегі қабыл болып, халық құлдықтан босайды. Қуаныштарында шек жоқ, жүре алмай жүргендер жүгіріп, бала-шаға мәз-мейрам болып, жосыла жөнеледі. Сыйғылсаң сыпыра қыл дегендей, Тарғын уәзірден өтініп, жүре алмайтындарды кері қарай арбамен апарып тастауын сұрайды. Уәзір рұқсат беріп, Тарғынның жанына бірнеше уәзірді қосып жібереді. Тарғын қайтадан бұлақтың басына келсе, уәзір жанындағыларға бұлақ басын жинатып, судың арнасын дұрыстап қойыпты. Енді хан алдында жауап беру керек. Ханға келіп жаңағы оқиғаны айтып берсе, хан сол бұлақты көргісі келіп, тез жеткізуін бұйырады. Бәрі бұлақ басына келсе, бұрынғы ма? Құстар ән салып, талдың бұтағы жайылып, көздің жауын алатын сан алуан гүлдерге толып кетіпті.
Бұған таң тамаша болған хан Тарғынды шақырып алып, талдың қасына жақындауын өтінеді. Тал иіліп сәлем бергендей Тарғынға ақ сүтін береді. Хан жақындап еді, жиырылып алады. Сонда хан ойлайды: бұның сұры адамның көңілінде екен ғой. Жақсылық, қайырымдылық ойлаған адамға бұл тал иіліп сүтін береді екен. Ал мен болсам, халықты бездіріп аш қалдырдым. Енді мен де бұдан былай ой пікірімді өзгертейін, халыққа жақсылық, қайырымды жасайын деп, бұрынғы алдына салып айдап жүрген қара халықты тойындырып, әрқайсысының алдына мал салып беріпті, үй алып беріпті. Тарғын болса, үйлі баранды, хан оны бас уәзір етіп сайлаған. Бұлақ басындағы тал мәуелі бәйтерек болып, алма, алмұрт өседі. Жан жағындағы талдарда самсап, әртүрлі жемістерге толып иіліп тұр. Халық содан бері Тарғынды құтқарушы, қайырымды жан деп танып, қасына пана іздеп, көрші хандықтан да ағылып адамдар келе жатады. Хан сарайы гүлденіп, бұрынғы кішкентай ғана ауыл бұл күнде әсем шаһарға айналған. Қайырымдылықтың арқасында қаншама халық өз бағын тапты. Жүйелі сөз иесін табар дегендей, жақсылық, қайырымдылық әрбір адамның бойынан табылса, нұр үстіне нұр. Міне, менің ертегім де осымен тәмам.